Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тек қана 3 сағаттан тұратын өте дәмді муравейниктің бір түрін жасайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай бөлме температурасында ерітілген май қажет болады. Осы майдың үстіне бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз екеуін. Тек қана осындай бөлме температурасында болған дұрыс болады майдың. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне електен өткізген ұнымызды қосамыз. Барлығын мөлшерін описанияға жазып қоямын астына. Ұнды қосқаннан кейін қасықтың ұшында ғана қопсқыш қосамыз. Немесе ас содасын қоссаңыздар болады. Тек қана қасықтың ұшында ғана қосыңыздар, көп қажет емес. Енді осылай барлығын араластырып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Бұл осындай муравейниктің өте бір оңай түрі, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Тез жылдам дайын болатын және өте дәмді болып шығады. Міне осындай жұмсақ қамыр болу керек. Енді осы қамырды тез қату үшін екіге бөлеміз және сопақша етіп формасын келтіріп, салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Міне осылай формасын келтіріп алып, осы салафанға саламыз. Мұздатқышта 1 немесе 2 сағатқа қойсаңыздар, бізге үккіштен өткізуге өте ыңғайлы болады. Солай қатырып алыңыздар. Міне менің қамырым 3 сағаттай тұрды, өте қатты болып қалды. Енді осылай противеннің үстіне бірден осындай үккішті алып, үккіштен өткіземіз. Үлкен жағымен өткізіңіздер, сонда біздің осылай қамырымыз үлкен болып шығады. Осылай барлығын үккіштен өткіземіз де, бір қамырды бір осындай үлкен противенға өткіземіз. Сол кезде бір қабаттай болып піседі. Қалған екіншісін екінші противенға үккіштен өткіземін. Осы кезде духовкамызды 200 градусқа қыздырып қоямыз. Міне барлығын үккіштен өткізіп болдым. Енді екінші қамырды осындай екінші противенға үккіштен өткіземін де 200 градусқа пісіріп аламын. Міне пісіріп болдым, достар, дайын болды. Енді суығаннан кейін осылай бір-біріне қосып, қолымызбен үгітеміз. Ешқандай құралдың қажеті жоқ, қолмен үгітіп алсаңыздар болады. Әбден суытқан дұрыс болады. Осылай енді қолмен барлығын істеп шығамыз. Үгітіп болғаннан кейін бір ыдысымызға салып, ары қарай муравейнигімізді жасаймыз. Достар, егерде бұл сіздерге бүгінгі жасаған рецепт ұнап жатса, дәл осы менің рецептімді жасап көріңіздер. Ұнаған болса, астына комментарийға ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Және маған тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Міне осылай бір ыдысқа салып, енді бүгін мен ағыз сгущенка пайдаланатын боламын. Егерде үйлеріңізде болса, вареный сгущенкамен де істесеңіздер болады. Тек қана вареный сгущенкаларыңыз кішкене бөлме температурасында ерітілген болу керек. Енді осылай барлығын араластырамын жақсылап. Осы екі қамырға вареный сгущенканың жарты банкасы жеткілікті. Одан артық қоспаңыздар, өйткені біздің муравейнигіміз формасын ұстай алмай қалуы мүмкін, сондықтан жарты банкасы жеткілікті болады. Міне барлығын араластырып болғаннан кейін, міне осындай болады массамыз. Енді қолымызды жай ғана сулап аламыз. Біздің муравейниктің формасын келтіргенде қолға жабыспас үшін енді осылай қолымызбен домалақ шариктердің формасын келтіреміз. Міне осындай әдемі форма шығады. Енді барлығын осылай жасап аламыз. Міне осылай барлығын жасап болып қалдым. Осындай әдемі шариктер шығады. Дәмі өте керемет, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Арасында осылай қолға жабыспай қалған кезде қолдарыңызды сулап отырыңыздар. Сол кезде формасы әдемі шығады. Өте оңай муравейниктің бір түрі. Мен балаларыма да қатты ұнады, дәмі өте керемет болып шығады. Өте дәмді, шайға өте әдемі үйлесетін муравейниктер. Мен достар, екі қамырдан осындай екі ыдысқа шықты. Сізге ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Өте әдемі, өте оңай жасалатын муравейниктердің бір түрі. Егерде сізге ұнап жатса, маған тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Және де рецепт ұнап жатса, достарыңызбен осы видеоның ссылкасымен бөлісіп отырыңыздар. Мені қолдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.